Содан кейін, содан кейінгі ғұмыры асау өзенінің арнасына құйылған жылғадай жұтылып кете барды. Арындап аққан ағынмен қоса жөңкілді. Ағыны қатты ақ дария сан мәрте арнасынан аса тасыды. Сан мәрте қайрандап қайта тартылды. Жел айдаған қаңбақтай замана лебі қалай қарай соқса, солай қарай дөңгеледі. Ғұмыр дария өзені тоқтаусыз әлі ағып келеді. Қай жерге жетіп тоқтайтыны кім білген. Әлгіндегі шай отындай жарқылымен бірге Марғұланның есіне көп нәрсе түсіп еді. Әр нәрсенің басын бір шалып, ойы бірден бірге кетіп, өзі де шатаса бастағандай. Бар күшін жинап, «Тоты, әй Тоты!» деп әлсіз дауыспен келінін шақырды. «Бері келіп кетші!» Анасының даусын естіп, қызметке жиналып жатқан ұл да мұның бөлмесіне келіншегімен қабаттаса кірді. «Тотыжан, менің ақыреттік киімдерімді әзірледің бе?» дегенді бөліп әрең айтты. Келіні «иә» деп те, «жоқ» деп те айтудың ретін таппай қипақтады. «иә» дейін десе, «иә, енді алаңсыз аттана беруіңізге болады» дегендей естілетін көрінеді. «жоқ» дейін десе, енесінің өтінішін аяқ асты еткені. Жауаптан мүдіріп кібіртіктеді. Оны күйеуі құтқарды бұл жолы. «Апа, қалайсың, немене? Көкем түсіңе кіріп шақырып жатыр ма? Балаларының жанында бола тұрайын, сен тоса тұр, асықтырма деп айтпадың ба?» деді қалжыңға айналдырғысы келіп. «жоқ, деді ол даусын созыңқырап. «Сол шіркін жұмақтағы хор қыздарын көріп, мені ұмытып кетті ғой деймін әуелі». Тіршілігінде отағасын қажа біліп шалып, еркелей сөйлейтін әдетіне басып, оны тағы бір қыжыртып алды. Бұл сөзінен кейін балалары көңілденіп сала берді. «Қайдам, көкелеріңе барамын деп баяғыда ес білмейтін біздерді әжемізге қалдырып, жаяу-жалпы Сібірге аттанып кетуші едің ғой. О заман басқа еді ғой. Түс көргенім рас, бірақ түсіме әкелерің кірген жоқ. Сендердің әкелерің жұмаққа ғана лайық жан ғой. Жұмағында алаңсыз жүрген шығар. Түсіме ием кірді бүгін. Жайдан жай енді дейсіңдер ме? Алып кетейін деп кірген шығар», деп сөзінің аяғын алқынып шаршап қалды. Лып етіп шығып кеткен Тоты дереу жедел жәрдем шақырды. «Апасы, қазір әжеміз жоқ. Бізді енді кімге тастап кетесің?» деп ұлы еркелей анасының қолын алақанына салып, аялай сипап бетіне басты. Анасының қатты жүдегені анық байқалады. Жанарына қуақы ұшқын жүгіріп, әжімді жүзіне шуақ төге езуіне күлкі үйірілген ол ұлына сығырая қарап: «Кімге тапсырушы едің? Қатыныңа да? Сенің жайың жаман болмас. Босағаң берік, балаларың ержетті. Медетжаныңды айтпайсың ба?» деді. Кіші ұлын ауызға алғанда жүзінде әлгі уақы жымиыстың жұрнағы да қалмай, демде иегі кемсеңдеп кеткен ол бетін қабырғаға бұрып алды. «Медетжан, қолымдағы ауыртпалығымды алған медетім менің». Марғұланның бұл айтып жатқаны кенже баласы еді. Ауыз үйдегі дабыр-дүбірден дәрігер келгенін ұғып, қабағы кейіс тарта қалды. «Ей, балалар-ай, бекерге шақырдыңдар-ау. Олар маған не істей қояды дейсіңдер?» Келген дәрігерлер тамырын ұстап, жүрегін тыңдап көп әуреледі. Баласымен оңаша ұзақ күбірлесті. Әлден уақытта ұлы қасына келіп: «Апа, дәрігер сені ауруханаға алып кетеміз деп отыр. Біраз дәрі құйғызып шыққасын оңды болар, әлі-ақ жазылып кетесің» деп көңілін аулай бастады. «Сен мықты едің ғой, сәл-пәл емделген соң сақайып кетерің сөзсіз. Алдағы жылы әлі дүркіретіп, көкем екеуіңнің мерейтойларыңды өткіземіз. Көр де тұр осыдан. Сол үшін күш жинауың керек». Марғұға болмашы езу тартты. Өздерінің мерейтойдан үміттері бар. Ал менің бүгін бе, ертең бе деп қалтқылт етіп отырса
осы мынау. Үйде жатқан жақсы болар еді. Дәрісін осында алдырсын. Құйса қайтеді, деді. Оған келіспей отыр ғой. Маруға кеңдікке ұмтылып еді, тұруға болмайды деп орнынан қозғалтпады. Өзіне салса ешқайда бармас еді-ау. Мұны тыңдап жатқан кім бар дейсің? Шіркіндердің адамға өз төсегінде жатып өлуге мұрсат бермейтіндерін қарашы. Алды-артына қарайлатпай зембілге салып алып дедектетіп көтеріп алып кетті. Тым болмаса өз отының басында, бала-шағасының қасында көз жұмған адамның арманы жоқ шығар. Марғұға аспан төңкеріліп, жер төңкеріліп түскенде төңірек шырқ айналып жүре берді. Зымыратып, зырқыратып тұңғиыққа қарай қайта тартып әкетті. Таста, тағы да тастай қараңғы шыңырау құлдилап кетіп барады. Марғұны ауруханаға лезде жеткізген, әкеліп әртүрлі аппаратқа толып жатқан баушыларға жаланған биік кереуетке жатқызды. Айналасы толған жапыр-жұпыр ақ халаттыларда да тыным жоқ. Бәрі қарбалас. Бір білегіне ине шаншып, бірі жіберіп қояды. Бір білегіне қан қысымын өлшейтін әлденені кигізеді. Ол сәт сайын өзінен өзі жел үрлеген қарындай қомпайып, қолын буына бәлек. Қан қысымы түсіп барады дейме, жүрегі талып шаршағанда, кәрі жүректің шаршайтын уақыты болды ғой. Бір түтікті мұрнына, бір түтікті езуіне қыстырды. Тілеуіңді берсін, тынысы сәл кеңейгендей. Әлдекім үйіп бара жатқан саусақтарын уқалауда. Марғұа бұл уақытта шыңыраудан жандарменен әрең шығып, будақ-будақ ақ бұлттар арасында буалдар әлемінде қалықтап бара жатқандай. Ақ халаттылар да бұлтпен араласып бұнымен бірге ұшып жүргендей. Санасы айқындала бастады. Ақ халаттылар жерге қонып, аяқтарымен жүрді. Әлдекім бас жағында тұрып алып, көзіңді аш, терең дем ал деп қылқылдауда. Апа, ұйықтама, ұйықтауға болмайды, дейді бірінің аузындағы сөзді келесі қағып алып. Бүгін неғып бәрісі мұның ұйқысын күзетіп алған? Ал ұйықтамасам ұйықтамайын. Тұқымында ұйқыда есесі кеткен ешкім жоқ еді ғой. Бұл ежелден құс ұйқы, сәл мызғып, көз шірімін алса болды, жарау аттай таңқиып шыға келесің. Әулиетада ел ауып, жер ауып жүргенде, соғыс уақытында, қызылша егістігінде көп жыл жұмыс істеген еді-ау. Сондағы бозала таңнан тұратын әдет болған. Шіркін-ай, қазір де бір мызғып алар еді. Сонда өзінен ақ өзі дыңғырап кетер еді. Оған мұрша беріп жатқан біреу бар ма? Бағанағы дүрлеген жүгірген дәрігерлер тарап, айналасы саябырси бастады. Санасы айқын, тек екі білегінің еркі өзінде емес. Бір білегіне шаншылған инеден тамшылар дәрі құйып тұр, біреуіндегі аппарат тынымсыз бунап мазасын алуда. Жанына қазиып қаршадай қыз отыр. Аңдағаны бұның қас-қабағы және де әлдебір ирек сәуле жүрген әйнек қорап. Сірә ол бұның жүрек соғысын көрсетіп тұрса керек. Қыз әлсін-әлсін бұның жүзіне үңіліп қояды. Кірпіктері сәл айқасып бара жатса, ұйықтамаңыз, ұйықтамаңыз деп шыр-пыр болады. Ұйықтап кетсе не боларын кім біліпті. Оларды күтке жөн-ау. Бұларды аттай 6 жыл оқытады емес пе? Бір нәрсе білетін болар. Білген соң айтады да. Марғұаның дәрігерлер жағдайының хабары бар. Оның бір баласы мен келіні дәрігер болып еді ғой. Оның дәрігер атаулыға құрметпен қарайтыны содан. Қайткенмен де нандарын адал тауып жеп жүрген жандар ғой. Баласы Қайсар мен келіні Роза есіне түсуі мұң екен, иегі емсеңдеп алқымына өксік тығылды. Шіркін-ай, олардың алдында бұл кетіп, апау деп артында қалар болса, ондай өлімнің өкініші бар ма? Беу дүние-ай. Баласы өліп қасіретін анасы тартпас болмас еді ғой. Айтып айтпай не керек, адамның дегені емес, Алланың дегені болады екен. Марғұаның ет жүрегі елжіреп, көзінің алды тұманданып кетті.
Медбике жүгіріп келіп жастығын түзеп суланған көзін сүртіп, бәрі жақсы болады, апа, уайымдамаңыз деді. Марғұланның айналайын-ай, мың жаса, рахмет дегісі келді, бірақ аузы сөзге елгер емес. Бағыңыз бар екен, апа, дейді тағы қаршадай қыз мұның көңілін аулап. Оны қайдан білдің деп дер еді, оған да халі келмеді. Балаңыз дер кезінде алып келді, әлі-ақ жақсарып кетесіз, дейді ол тағы сендіре. Сірә мұны жұбатқандағысы шығар. Жақсарғанда мен бір жасарып кетер дейсің бе? Айтасың-ау жүргендер деп ойлады іштей. Бағыңыз бар екен. Марғұа осы ұзақ ғұмырында қаншама рет естіді екен. Ең бір шаршап жалдыққанда, діңкелеп шегіне жеткенінде еститін несі. Әлде бұған бұйырған бақыттың дәмі ащылау болғандықтан ба екен? Астапыралла, сол бақыт деген өзі қандай болады екен? Марғұа осы бір сөзді кімдерден, қашан естігенін, сол шақтағы өзінің жай-күйін, арып-ашып жүрген кездерін ойлайды ғой. Шынайы бақыт қайсысы? Қайсысы алдамшы, жалған нәрсе? Кім айырып білген? Шынайы бақ екені рас болса, тұрлауы болса керек еді. Әлде оның да түрлі-түрлісі болар ма екен? Солай-ау шамасы. Соған бір зер салып көрмекші еді, кірпік айқасып көзі жұмылып бара жатты. Бұның қарсыласарлық қауқары жоқ, иірімге кетіп бара жатқандай. Оның қалқып кеткенін байқаған медбике қыз жанынан жеңіл жапалақтап оятып қалды. Айтпақшы, ұйықтауға болмайды екен ғой. Апа, жағымды нәрсе ойлаңыз. Қызғылықты сәттерді елестетіп, жас уақыттарыңызды, махаббатыңызды еске түсіріңіз. О, тоба! Адам бір ары кетіп, бір бері кетіп, екі дүниенің шегінде жаны байыз таппай жатқанда, махаббат дейді ғой маған. Сол жүргенді Марғұа ұмытқалы қашан. Ал, ойласам ойлап көрейін. Жоқ, ұмытпапты. Ахмет Сахи ағасы айтса, айтқандай-ақ күйеу жігіті Мұқанның оқуға деген ынтасы шынымен-ақ зор болып шықты. Зор болған соншалық жас келіншегін ата-анасының қолына түсіріп алып берген соң Орынбордағы оқуына аттанып кетті. Ол оқуды да місе тұтпайды ғой. Оны бітірер-бітірместен сол жылдары Алматыда педагогикалық институт ашылып, жер-жерден талапты жастарды жинап жатыр екен дегенді естіп, білім буып, солай қарай жол тартты. Күйеуі сол кеткеннен мол кетіп, ұзақ уақыт қарасын көрсетпеді.